Армысыздар қазақ елі. Бүгін мынау Нұрсила, Ахметбек Нұрсила деген азаматтың жаңағы партия ашам дегеніне мен бір өзім ойымды айтқым келеді. Негізі бұл партияны не үшін ашып жатыр? Оны енді біз қарап жүріп, зерттеп жүргеннен кейін ол анық түсінікті. Мынау билік тұрғанда партия ашу мүмкін емес. Біз неліктен көше партиясын аштық? Неліктен көше партиясына жиналып жатырмыз? Өйткені ресми тіркелу мүмкін емес. Және ресми тіркелем деген ой ол, егер сен үкіметтің адамы жаңағы Назарбаевқа жұмыс істейтін болмасаң, басқаша сені тіркемейді. Бұған дейін бізде атып өлтірген, оппозицияға шығып, билікке қарсы шыққан адамдарды атып өлтірген. Сол уақыттарда жылдар бойы халық үнсіз қалды. Өйткені қорқыныш, құлдық сана сезім болды біздің бойымызда. Кешегі Жаңаөзен, ол жерде де біздің бауырларымызды кәдімгідей автоматпен қырды. Онда да біз үнсіз қалдық. Негізі Қазақстан білген жоқ, бірақ сонда да мысалға, одан кейін де мысалы сөйлессең адамдар айтады, қалай қарсы келесің дейді, атып өлтіреді дейді мысалға. Осындай бір жүрекке үрейдің сіңіп алғандығы соншалық. Мына билік соны жақсы біледі, жақсы түсінеді, және соны жақсылап пайдаланып келді. Одан өзге, мынау Нұрсила, Ахметбек Нұрсиланы осы уақытқа дейін өте жақсы пайдаланып келді. Бұл Нұрсила баяғыдан бері ол үкіметке жұмыс істеп келе жатыр. Ол қалай жұмыс істеп келе жатыр? Ол өте шешен, сөзге шебер, айтқанның бәрін нақты түрде нық жеткізетін адам. Өкінішке орай осындай дарыны бар, осындай ерекшелігі бар, осындай жаңағыдай бір қасиеті бар адамдар осы ақшаға сатылып кетіп жатыр. Сөздің шындығына келгенде ол қалай? Мысалға, ол кісінің айтатыны жаңағы алашордашыларды өзінің алдына бетперде қылып шығарып алған екі сөзінің бірінде алашордашыларды айтады. Сөйтіп айтып келеді да, осындай әдемі ширманың артынан ол қазақтың өзін жалқаудысың дейді. Қазақ сен жалқаусың, қазақ сен сорлысың, қазақ сенің қолыңнан дымда келмейді дейді мысалы. Осылай біздің өзімізді тұқыртып, тойдың бәрін жауып тастаушы едім дейді мен дейді мысалға. Болмаса осындай әңгімелерді көп айтады. Шын мәнінде біз тапқан таянғанымызды тойға шашып, сонымен ғана қайыр шауып отқан сияқтымыз. Енді айналдырып әкелгенде бір француз, бір европалық адамдардың бір ерекшеліктерін әкеліп бізге тықпалайды да, мына біз асып төгіп шашып, той жасап, сонымен ғана былығып, басылып, осы кеде қайыр шауып отырмыз мысалы. Шын мәнінде бұл жерде шығыс, мынау оңтүстік Корея мысалы, оңтүстік Корея мемлекеті. Олар да мысалға өте қайыршы мемлекет болған. Ол қалай мысалы? Мемлекет өзгергеннен кейін ғана ол жерге өзгеріс кірді. Өйткені бүкіл жаңағы жүйелі түрде жасалғаннан кейін, және ішкі бизнеске мысалы сырттан жаңағыдай кәсіптерді кіргізіп, заводтарын, басқаларын кіргізіп, мысалы елді көтерді. Былайша айтқанда мүмкіндік тудырды. Ал бізде мүмкіндік жоқ, біздің мүмкіндіктің барлығын тонап жатыр мына билік. Осының бәрін Ахметбек Нұрсила білмейді емес, біледі біріншіден. Және анау бізді жалқау деу, ол мысалы адам енді жалқаусың деп айта бергеннен кейін, мысалы біздің санамызға бұл дайын ғой, бұл дайын советтік кезеңнен келе жатқан ұғым. Біз онсыз да біздің санамызға сіңіп қалған. Біз жалқау екенбіз, біз сорлы екенбіз, біз бейшара екенбіз. Шын мәнінде бүкіл ұғымымызды, бүкіл қасиет түсінігімізді патшалық кезеңнен бастап, мысалы Алтын Орда құлағаннан кейін Орыс империясы өзіне көшіріп алған. Оны мысалы тарихшылар қазір өтірік айтпайды, оның бәрі рас мысалы. Оның бәрі солай болған. Оның бәрін көшіріп алды мысалы. Кешегі біздің қазіргі екі бас самұрық құсымыз әлі күнге дейін герб болып оларға қызмет етіп тұр мысалға. Біздің мысалы Алтын Орданы қиратып, оның орнына мысалға жаңағы Кремльді тұрғызғандығы, оның да дәлелдері бар мысалға. Қазақтар түрік жұрты қалай істеді? Түрік жұрты мысалға өзінің батырларын өзінің кесенесінің түбіне, және қорғанның түбіне жерлейді, қазіргі Түркістан сияқты. Алтын Орданың түбінде солай болған. Ал қазір Кремльдің маңайында Ленин жатыр, Суворов, басқалар жатыр, 300 адам жатыр. Ол кәдімгі бүкіл ұғымды көшіріп алған, былайша айтқанда. Айта берсек тарихқа тереңдемей қояйын, бірақ бұл тарихшылар дәлелдеген, бірақ біздің мемлекеттік деңгейде айтылмайтын біздің шындық ақиқаттарымыз ол қазір бар. Оқымыстылар, тарихшылар, зерттеушілер оны біледі. Ол уақыты келеді, оның бәрі ашылады. Бірақ мынау жаңағы
Ахметбек Нұрсила бүгін мінеки сопаң етіп атып шықты, мен партия құрам деді. Шын мәнінде ол мынау, егер ол ақылы жетпей отыр ма? Жоқ, ол ақылы жетеді, ол бәрін біледі. Мынау билік тұрғанда мүмкін емес екендігін біледі. Демек, мен 200-лікті жек көремін, 200-ді болғым келмейді дейді. Шын мәнінде зуылдап тұрған 200-лікке солай отырып барып отыр. Кешегі Қосанов бізді қалай алдады? Дәл осылай мінеки біз тағы да оны Нұрсилаға ертең алданып түсеміз. 200 бір нәрсе мың адам жинап алған, керемет қылып, кеше мысалы теледидардан шықты, шегірткелер деп жаңағы әртістерді мазақ қылып қорлап, өзіне керемет бір шоу жасады, өзіне жақсылап реклама жасап көтеріп әкелді. Ең соңында мынау мен партия ашам деп барлығын назарын өзіне аударып алған кезде оларды да осын жариялап жіберді. Мысалы бүкіл халықты елең еткізіп өзіне қаратудың бірден бір тәсілі, мына теледидардың барлығы Назарбаевтың қоласына қарайтын, оның билігінсіз бір ауыз сөз айтпайтыны белгілі. Ол мысаға теледидарда жүр. Кеше мысаға қайсы Ринатты, мысаға Ринат болсын, қайсы болсын, бұнда православный адамдар, үкіметке қызмет ететін адамдар, солармен мысаға реклама осы Ахметбек жүргізіп отырды. Мысаға оның Оян Қазақ деген каналы бар. Мен мысаға бір өзімнің діни көзқарасымды, өзімнің рухани ойымды айтқан бір видеом болған, осыдан жарты жылдай бұрын. Сол шыққаннан кейін мен тәңірлік болмысты, қазақы болмысты айтқан бір видеомнан кейін маған бір адамдар шықты, бір жігіттер. Сізбен біздің бастық жаңағы елге танымал адам сөйлескісі келеді. Енді сөйтсем 38 мың адамы бар жаңа. Ал маған өз каналымда ол кезде 1-2 мыңдай адам болды. Маған каналымды дамыта алмай жатқандықтан енді мысалы мен өзім ойладым, бұл маған ұсыныс деді. Саған ұсыныс түсіп отыр. Өйткені енді жаңағы сол каналдан келіп отқанын білгеннен кейін ол каналды қарасам тұрып қалған канал, жұмыс істемей тұр екен. Мен енді ойладым, мүмкін бұл бірігіп жұмыс істе деп отыр ма, әлде осы каналды маған бергісі келіп отыр ма, жаңағы рухани бағытта жүргіз деп ойладым. Бірақ мен ол кісінің жаңағыдай осы Ахметбек Нұрсила екен ол. Мысалы сол жаңағы иесі қосымша каналдарының біреуі екен. Сосын мен ол кісі жаңағыдай уақыты тимегенде, уақыты болмағаннан кейін мысалы көмекшілер көтереді, сөйтіп жүріп қалғасын, мен өзім тоқетерін айттым өзімнің. Енді мен оппозициялық көзқарастағы адаммын. Маған мына билік өзгермей, біздің елге өзгеріс кірмейді. Сондықтан егер маған мына каналыңды беретін болсаң, мен болмаса осы каналыммен жұмыс істей дейтін болсаң, мен тек қана өзімнің немді әкетемін. Оппозициялық бағытта мен жұмыс істеймін. Осыған көнсеңіз, осыған келіссек қалай болады? Мен ол уақытта енді әлі аса көп ол кісінің кім екенін зерттеп енді біліп жатырмыз ғой. Мысалы Қатардағы бір танымал адам, жұмыс істеп жүрген адам деп білгенмін ол кезде. Осылай деп ұсыныс жасадым. Сонда үнсіз қалды. Мен жаңағыдай партия ашайық деген жоқпын ол кісіге. Мына билік өзгермей, біздің елде өзгеріс кірмейді дедім. Мысалы сондықтан мына билікті өзгерткенше, мысалы халықтың санасын оятуға мен қызмет жасайын. Осыған маған каналыңызды беріңіз деді. Сонда үнсіз қалды, тым-тырыс, жым-жырт болып қалды. Үндеген жоқ маған. Бір ауыз сөз айтқан жоқ. Ақыры мінекей, өзі соғалпы біз онымен әңгіме бітті, мен де өз бетіммен кеттім. Қазір мен өз каналымда жұмыс істеп жатырмын. Ал енді ол адам мінекей енді өзінің бет бейнесін қазір жақсы. Мен одан бері біраз әңгімелер естідім. Кейбір видеоларын одан кейін зерттеп қарайтын болдым. Маған көп нәрсесі ұнамаса да мен үндемеуші едім мысалы. Бірақ шын мәнінде қалай ол? Кәдімгі қазақтың өзін қорлау, мысалға санасын төмендету, біз алашордашыларды айтады, көтермелеп әкеледі, біздің бабаларымыз осылай болған, осылай деп келеді да, қазақ сен жалқаусың дейді. Қазақ сенің есіл-дертің той дейді. Біз той арқылы біздің бүкіл руханиятымызды анау шамалап болсын, біз ұстап тұрмыз, той арқылы ұстап тұрмыз мысалы. О жердегі бет ашар болсын, о жердегі мысалға жаңағы түрлі рәсімдер мысалға сәлем салу деген сияқты, болмаса әртүрлі шаралар, мысалға айтылатын ұлағатты сөздер, мысалға рухани болмысымызға деген қызмет, сол ат шаптыру, той жасау деген барлығы осындай тойларда ғана сақталып тұр бізде. Әйтпесе біздің мемлекет деңгейінде бізде руханиятымызды сақтайтын ешқандай амалдар жоқ, жұмыстар жоқ. Мысалы халықтың өзі әйтеуір ілде байлап әкеле жатыр қазір. Ал енді осы тойымызды біз тоқтататын болсақ, мысалға онда біз таза құримыз. Мысалы міне біздің мынау Ахметбек Нұрсиланың жаңағыдай әдемілеп келіп, мысалға түлкі бұланға салып, шын мәнінде қазақтың болмысын теріс қарай әкетіп баратқан бір адам ретінде білемін мен оны. Енді мінекей партия ашам деп отыр, тағы да Нұр Отанның филиалын жасамақшы. Нұр Отанның филиалы болып, тағы да бізді адастырып әкету.
Бұл енді Қосановтың, мынау Мамайдың ісін жалғастырушы адам тек қана болды, басқа ешкім емес. Бұл жерде біздің билік мынау тұрғанда партия ашу мүмкін емес. Әйтпесе мынау көше партиясын ойланбастан-ақ келіп тіркеуші едік мысалы. Біз оны тіркемей отырмыз. Неге? Өйткені ол тіркелтпейді біріншіден. Тіркелсең де сені қудалайды мысалы. Ертеңгі күні әртүрлі жағдай, біз қаншама адамдарымыз мысалы, белсенділер, қаншама мысалы отан үшін ұмтылып шыққан, кеудесін оққа төсеп алға шыққан адамдардың қаншамасы қазір түрмеде отыр, қаншамасын өлтіріп тастады, қаншамасы қазір мысалға қуғындауда айыппұл салып неше түрлі жағдайлар жасап жатыр мысалға. Бұл басымыздан өтіп жатқан жағдай. Осының бәрі болып жатқанда тағы да мен партия ашам деп мынадай зуылдаған бір әңгіме, бұл тек қана бірақ әңгіме, бірақ нені білдіреді? Белгіні. Бұл биліктің адамы. Биліктің адамы болғаннан кейін тағы да бізді адастыру. Өйткені алдымызда жаңағы бізде сайлау келе жатыр. Соның алдында міне суырылып алға шықты. Осындай кездерде кімдер бізде жүйрік мысалы? Бізде оппозицияда жүргендер мысалы, осы шындығып келгенде мына ЖСДП, ОСДП болсын, ДПК болсын, қайсы болсын мысалы, Мамайлар. Бұлардың барлығы шындап келіп, зерттеп көрсеңіз өмірбаян, журналистер бәрі. Осылардың дені журналистер, шешендер, сөзге шешен адамдар. Саясаттан дым білмесе де сөзге шешен адамдар. Халық сөзді жақсы көреді. Ең бірінші жақсы сөйлеген, жүйелі ойын жеткізе алатын адамдар жақсы көреді. Қазақ болмысқа ұмтылғасын бұндайлар тіпті қазір мысалға бұндай адамдарға елп ете қалады. Айналайын, қазағымның жоғын жоқтап, мұңын мұңдап жүрген адам екенсің деп, олар елең ете қалады мысалы осындай. Міне сондай жанды жерлерін білгеннен кейін осындай адамдар мінекей сол жерлерден барып ұстап, міне елім, жұртым, халқым деп шығып, шын мәніндегі аярлығын жасап, міне адастыруда бізді мысалы. Тағы да адастырып бара жатыр. Өйткені бізде мынау мемлекет, мынау Назарбаев тұрғанда, мынау Нұр Отан тұрғанда, мынау билік тұрғанда мүмкін емес. Міне қазір Дариғаны сырып тастады ма? Енді оның Кулибаев пен Масимов мысалы. Назарбаев ертең өледі, оның орнына Кулибаев пен Масимов билікті алады. Алып та жатыр қазір. Дариғаны сырып тастады. Ал ертең осылар осы билікті жалғастырып әкетеді. Бұл жерде ақиқатта тек қана көшеде жетеміз ағайын. Тек қана көшеде жетеміз. Сондықтан мынадай алаяқтарға алданбау керек. Кеше өзінің сол анау, мен жаңа бір әңгіме негізі естігем, жаңа тағы да анықтап сұрап біліп жатырмын өзі. Осы Ахметбек Нұрсилау, Үржардікі, Шығыс Қазақстан облысы. Сонда анау аштық кезінде жалқау деген, қазақтың жалқаулығы соншалық дегенге келтіріп отыр да мысалы. Қолынан дым келмейді, мал баққаннан басқа дым келмеген деп мысалы. Ол анау 10 шақырым жерде бізде дейді, жаңағы өзен бар, су бар, балық бар сол жерде. Соны барып аулау білмеген дейді қазақта. Барып аштан өлген жерде жатып, аштан өліп қалған дейді. Сорлы дейді, дым білмегендігі сонша дейді. Оның видеоларында осы орайлас сөздер. Ал шын мәнінде мысалы біз анау Зайсанға бардық, білесіздер ғой, Зайсанға бардық. Біз о жақ Шығыс Қазақстанның адамдарымен сөйлестік. Сонда о жақтың адамдары өздері мысалы ренжіп отырды мысалы осы Нұрсилаға. Сонда дейді анау Үржардікі болса, ол кезде дейді, сол кездерде ол атып тастаған дейді, мылтықпен қорған дейді анау өзендерді. Адамдар жолатпаған дейді мысалы. Атып өлтірген барғандарды. Болды, сосын не істейді ол, барып балық аулай алмайды ол. Әйтпесе мен өзім бала күнімде оқыған мысалы, арал бар ғой бізде, Арал теңізі. Ол жақта балықшылар болған мысалы кешегі. Талай мысалы ол кездерде кәдімгідей цехтар, кәдімгі жұмыс деген мысалы қазақтар балық аулаған. Мен енді шығыс жақтан шынымды айтайын, ол жақтан біле бермеймін. Бірақ мысалы сол жердегі адамдар айтады, ертіс бар ол жақта, өзендер бар қаншама. Неге балық өзен жағалағанның өзегі талмайды дейді, қазақ айтады. Бұл сөзді ол неге білмегендіктен айта ма мысалы? Кеше сосын мынау Нұра мысалы, мынау Қорғалжын жағында, ол жерде аштық уақыттарында дейді мысалы. Сол өзен жағалағандар аман қалды дейді мысалы. Ол да қазақтар ғой, аман қалған. Демек мынау Үржар жақтарында, енді сол жақын адамдарының аузынан естіді мысалы. О жақтан мылтықпен күзеткен екен өзендерді, суларды, балық аулаттырмаған, малдарын сыпырып алған, солай қырып тастаған қазақты. Қазақ ешқашан жалқау болмаған ағайын. Бұл өзімізді өзіміз мойындатып сорлатқан осындай бір комплекстерден арылатын уақыт жетті. Қазір көзіміз ашық болып жан-жаққа нық қарауымыз керек. Қазақтан дарындылық, қазақ мысалға орыстар айтады, орыстың бір ғалым айтады, екі шекті
аспаптан дейді музыка төге алатын халық дейді, ол өте дарынды дейді. Мысалы домбыра, ол домбыра не бір ғажайып күйлеріміз бар, ол әлемде жоқ, бізде бармыз. Біздің дарындылығымыз біздің бүкіл әлі біздің тарихымызда, біздің болмысымызда бар, бірақ оны өшіріп жойып басқалар өздеріне көшіріп алған. Мысалы сондықтан тағы да адаспайық ағайын. Ахметбек Нұрсила деген тағы да зуылдаған бір ағамыз шықты. Тағы да сөзді төгіп тұрған, ешбір кедергі жоқ, ешбір енді айтады бір мені асфальтқа закат ететіндей мен мысалға не істеймін дейді. Мысалға мен анау халықты көтеріліске бастап жатқан жоқпын ғой дейді. Ал сен көтеріліске біз көшеге шықпасақ, біз міне көше партиясы бұл көшеге шығу арқылы ғана биліктен құтылатындығымызды біз көзіміз жеткеннен кейін осыған келіп отырғанда, мына жақтан тағы да біз көшеге шықпаңдар деген бір адам шығып отыр қазір. Өйткені міне бұл сонда билік ол тонай береді, тонап келе жатыр. Мінекей 42.500-ді қалай алдыңыздар? Оны да ойлаңыздар. 42.500-ді кеше Мұхтар Әблязов осы қаншама жоспарларын барлығын айтып келіп, содан кейін барып қана мынау билік осыншама сықырлап әзер дегенде мысалы сол 42.500-ді берді. 50.000 теңгеден әрбір қазақстандыққа кішкентай балаға дейін берілсін деген талап қойылғаннан кейін бұлар амалсыздан бір 300.000-дай ма адам, қаншаға 1 миллион адамға берілді ме, берілмеді ме, бір Құдай біледі. Бірақ берді амалсыз. Ал ол мынау баяғы советтік кезеңдегі СНГ-ның басқа мемлекеттерінде ондай жағдай болған жоқ. Оның ешқайсында берген жоқ. Біздің мемлекет негізінде Ресей не істейді, соны ғана істейді, отыра береді, болды. Ресейдікін қайталап отыра береді. Сол қабылдаған заңды бізде қабылдайды мысалға. Сол бір нәрсе істесе бізде жасайды, сонымен ғана тыныш отыратын мемлекет. Басқа өздерінің қолдарынан дым келмейді. А мына жерде 42.500 берді амалсыздан. Оны жасатқан Әблязов айдалада отырса да, қазір соны 42.500-ді алған, бірақ Әблязов қарсы отқан адамдардың өздері де сол жақсылығын көрді ол кісінің мысалы. Ал мынау Ахметбек Нұрсила не істеді ол? Не бітірді? Не берді бізге? Көшеге шықпасаңыздар, өзіңіздің талаптарыңызды қоймасаңыздар, егер мына билікті зорынан тайдырмасақ, халықтық билікті орнатпасақ, біздің онда көретін күніміз бұдан да жаман бола береді ағайын. Осыдан 1 жыл бұрын бізде аштық болса, енді аштық болса ғана шығасың деген айтылған еді мысалға. Мен бір эфирімде соны айтып едім. Намыстан сен қазір күйіп жанып, сен ұрпағың үшін, мына қорланған қыздарың үшін, намысы тапталған ұрпағың үшін, мына ез болып кеткен болашақ үшін жанышталған. Сен намыстанып қазір шықпасаң, ертең құрып, әлің құрып, аштықтан зорығып барып әзер шығасың деп айтқан мен. Енді соған келе жатыр, бетін аулақ әрине. Әлі де біздің санасы ояу, рухы тірі қазақтар бар деп ойлаймын. Біз мұны билікті ауыстырмасақ, басқаша жол жоқ ағайын. Сондықтан адаспайық, байқаңыздар. Есті жинайық. Болашақты тек қана біз көше арқылы ғана шешеміз ағайын.